Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз кивидің адам ағзасына пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Кивидің адам ағзасына зияны туралы видеоның соңында айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Киви Қытайдың солтүстігінде өсіріліп, алғаш рет Жаңа Зеландияда 20 ғасырдың басында келді. Қытайлық қарылған жеміске жабыспаған алғашқы атау. Жеміске Жаңа Зеландияда тұратын құстың атауы берілді. Кивиді жаппай өсіру орындары ақш, Италия, Франция, Жапония және Чили болып табылады. Киви қоңыр түсті, қабығы ақшыл, ұзартылған кішкентай жеміс. Кивидің екі түрі болады: алтын және жасыл. Киви еті жасыл немесе сары болуы мүмкін. Жемістің ішінде сопақша пішінде орналасқан ұсақ қара сүйектері бар. Кивиден құлпынайдың иісі шығады. Киви бөлек тұтынылады және салаттарға қосылады. Тазартылған киви кондитерлік өнімдерді безендіру үшін қолданылады. Киви еті жұмсақ етуге көмектеседі. Қышқылдың арқасында ет тез қаттылығын жоғалтады. Кивидің пайдасы: құрамының арқасында киви әртүрлі дене жүйелеріне әсер етеді және оның жұмысын жақсартады. Сүйектері үшін кивидегі мыс тірек қимыл жүйесін күшейтеді. Бұл қасиет балалар үшін маңызды, өйткені олар сүйектерді тез өсіреді. Ұйқы үшін кивидің ұйқысыздыққа шалдыққан ересектердегі ұйқы сапасына әсер ететіні ғылыми түрде дәлелденген. Бұл қасиетке антиоксиданттар мен серотонин жауап береді. Ұйқысыздықтан арылу үшін төсектен 1 сағат бұрын 4 апта бойы 2 киви ішсеңіз болады. Жүрек үшін киви целлюлозасындағы калий жүрек қан тамырлары жүйесін нығайтады және оның жұмысын қалпына келтіреді. Денеге калийді үнемі қабылдау гипертониядан және жүректің ишемиялық аурулардан қорғайды. Киви тұқымы инсульт пен жүректің ишемиялық ауруы қаупін төмендететіні көрсетілген. Омега-3 май қышқылдарының көзі болып табылады. Жүйке жүйесі үшін кивидегі антиоксиданттар жүйке жүйесін нығайтуға көмектеседі. Алтын киви құрамында жасыл кивиге қарағанда антиоксиданттар көп. Целлюлозадағы заттар аутизмнің алдын алуға және балалардағы ерте даму проблемаларына көмектеседі. Көру үшін кивидегі А дәрумені көздің көру қабілетін жақсартады. Киви құрамында С дәрумені бар. Бұл көз ауруларының даму қаупін азайтады. Өкпеге арналған киви тыныс алу жүйесінің аурудан сақтайды. Күнделікті бір жемісті қолдану сізді астмадан, ысқырықты сырылдан және ентігуден құтқарады. Зерттеулер көрсеткенде кивиді жеу ересектердегі жоғары респираторлық инфекция белгілерінің ұзақтығы мен ауырлығын төмендетеді. Ішектерге арналған киви ас қорыту жүйесін тез құруға көмектеседі. Талшық ішектің тітіркену синдромын, ас қорытуды, диареяны, кебулерді және іштің ауырсынуын басады. Кивидің арқасында сіз метаболизмді қалпына келтіріп, ас қорытуды жақсартасыз. Бүйрек үшін кивидегі калий бүйрек тастарынан арылуға және олардың қайта түзілуіне жол бермейді. Кивиді үнемі тұтыну зәр шығару жүйесінің жұмысын жақсартады. Репродуктивті жүйе үшін жеміс құрамындағы амин қышқылдары импотенцияның алдын алуға және емделуге көмектеседі. Теріге арналған кивидің құрамы теріге, шаш пен тырнаққа пайдалы. Күн сайын бір киви жеп қойсаңыз, сонда сіз терінің икемділігіне, шаштың әдемілігіне және тырнақтың құрамына жауап беретін кальций, А, Е және С дәрумендерін ала аласыз. Кивидегі фосфор мен темір теріні жас күйінде ұстап, ақ шаштың пайда болуын бәсеңдетеді. Иммунитет үшін С дәрумені иммундық жүйені нығайтады. Кивиде оның құрамында басқа цитрус жемістеріне қарағанда көп. Жеміс құрамындағы антиоксиданттар мен денені нығайтады және оның вирустар мен бактериялармен күресу қабілетін жақсартады. Жүкті әйелдерге арналған киви. Киви жүктілікке пайдалы, өйткені құрамында фолий қышқылы мен В6 дәрумені бар. Элементтер ұрықтың қалыпты дамуына және әйелдің жүйке жүйесінің жағдайын жақсартуға көмектеседі. Кивидің зияны мен қарсы көрсеткіштері. Кивиді келесі адамдар тұтынбауы керек. С витаминіне аллергия, гастрит, асқазан жарасы. Асқазан сөлінің қышқылдығы жоғарылайды. Зиянды шамадан тыс қолданылған кезде пайда болуы мүмкін. Ісіну, бөртпе, қышу, жүрек айну және ас қорыту жүйесінің бұзылуы болады. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы. Видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе жүріңіз.
Келесі кездескенше аман жүріңіздер.